Иә, ол мұндай сезімдерді әлі бастан өткерген жоқ. Өте жақсы, соншалықты ыстық, соншалықты тар, тағы біраз, және сіз дәл осы жерде, және қазір аяқтайсыз. Бірақ осаму кем дегенде біраз уақытқа созылуды армандап, импульсін тоқтатады, чуя ішіндегі екі мүшеден оталады. Сондықтан ол толып кетті, ол өзін бірнеше рет сезінбеді. Ал олар қозғала бастағанда, әрқайсысы өз қарқынымен Накахара жай жоғалады. Қатты стор сулар бүкіл пәтерге төгіліп жатыр, және қазір олар көршілеріне мүлдем мән бермейді. Иә, және олар бұған үйреніп қалған сияқты. Детектив Күрт жылдам қозғалады, толығымен шығады. Бірақ әр жолы простата арқылы. Өткеннен дазай жылдамдықпен оған көнетіні анық. Және тек жартысы шығады. Бірақ ол Чевидің денесін қолымен қалай сипайды. Содан кейін оның қолы зімбірдің мүшесіне түсіп, оны 2 рет өткізеді. Содан кейін ол кеудеге көтеріліп, кеудеге ойнайды. Ал егер осы сәтте біріншісі оны сүйсе. Иә, Накахара олардың қолында еркелетуден адасады. Чуя өзінде, детективті де кірлеп ішіп жейді. Бірақ екі шатен оған қозғалуды жалғастыра отырып, демалуға мүмкіндік бермейді. Жақында екінші керемет сезімге бөленді. Дазайлардың қозғалысы айтарлықтай жеделдейді, және олардың да жақын екенін көруге болады. Бір-екі қимылмен және осаманы өткеннен бірінші болып аяқтайды, зімбірдің денесін тастап, жамбасын ластап үлгереді. Оның артынан Чуя қайтадан бітіріп және Шатеновтың қолын ақсайды. Соңғы болып детектив бітірді. Мұндай турбулентті әрекеттен сәл алыстап, олар жуынатын бөлмеге барады. Олар 4 қолында Накахараны жуып төсекке жатқызды. Өздері оның екі жағына қоныстанды. Таңертең кіші осаму болмады. Ал Чуя бір шыны кофе ішіп детективтің шытырман оқиғасының бүкіл тарихын білді.